Ассалаумағалейкум, байланысты Bakdaulet. Жалпы біздің анатомиядан бүгінгі тақырыбымыз плевра, қуысы, көкірекаралық және де жастық ерекшеліктеріне байланысты тоқталатын боламыз. Жалпы өкпе-қаптың бөліктері, оның плевраның қойнауы жайлы баяндаймыз. Менің жалпы айтқым келіп жатқанда бүгінгі бірінші өкпе-қап, плевра, латын тілінде айтылғанда өкпенің сыртқы бетін жауып орналасқан тұйық сірлі қабық. Яғни бұл негізінен екіге бөлінеді, париетальды және қабырғалық болып париетальды бөлік болып бөлінеді. Яғни плевра париеталис және де мүшелік және висцеральды бөлік плевра висцералис болып екі бөлікке бөлінеді. Ал висцеральды өкпе-қап плевра висцералис өкпе паренхимасының сыртқы бетін тығыз жауып орналасқандықтан висцеральды немесе өкпелік өкпе-қап плевра пульмоналис деп аталынады. Бұл сірлі қабық өкпенің паренхиматозының қабығын жауып орналасқандықтан бұл бір-біріне айырылу қиынға соғады. Сонымен қатар висцеральды өкпе-қап өкпенің төменгі жиектерінде құйғыш тәрізді өсінділерді құрап, өкпе қақпасының төменгі қапталының тұсында бүктеліп, вертикальды бағытта көкетке өтіп, өкпелік байлам лигаментум пульмоналисті құрап, париетальды өкпе-қапқа плевра париеталисқа жалғасады. Париетальды өкпе-қап, яғни плевра париеталис, ол өкпенің сірлі қабығының сыртқы қабықшасында болып саналады. Париетальды өкпе-қаптың сыртқы беті кеуде қуысының қабырғаларының ішкі бетін жауып орналасқандықтан тұйық ішкі кеуделік шандыр, яғни фасция эндотериканы, яғни тығыз байланысып отырады. Және де бұлар өкпе-қап негізінен өзінің қуысы болады. Бұл өкпе-қапты қуыс париеталис және висцеральды бөліктердің аралығындағы саңылау өкпе-қап қуыс деп аталынады. Каубум плеурус. Бұл өкпе-қап қуысының аралығында қалыпты жағдайда қимылсыз кезде 1-2 миллилитр болатын болса, шамасында сірлі сұйықтық байқалады және тыныс алу кезінде сұйықтық өкпенің сірлі қабық аралығында үйкелісті жеңілдету қызметін атқарады. Бұл сонымен қатар кеуде қуысының қабырғаларын кеңейтуші күш пен өкпенің талшықты тінінің әсерінен өкпе-қап қабырғаларын бір-біріне беттесуін қамтамасыз етіп, өкпе-қап қуысына теріс қысымның пайда болуын қамтамасыз етіп отырады және де тыныс алу кезінде еркін жазылып, еркін қозғалуын қамтамасыз етіп отырады. Жалпы тағы бір айта кететін, өкпе-қаптың жоғарғы бөлігі кеуде қуысының жоғары мойын аймағына өтіп, өкпенің ұшымен беттесіп, өкпе-қап күмбезін купола плевра құрайды. Өкпе-қап күмбезі алдыңғы қарағанда бірінші қабырғадан 3-4 см жоғары орналасып, арқа жағында 6-7 мойын омыртқаның қылқанды өзіндігіне сәйкес келеді. Өкпе-қап күмбезінің алдыңғы беті бұғана асты артерия венамен беттесіп, иық өрімі плексус брахиалиспен шектеледі. Өкпе-қаптың париетальды бөлігі топографиялық орналасуына қарай қабырғалық өкпе-қап плевра косталис, көкеттік өкпе-қап плевра диафрагматика, көкірекаралық өкпе-қап плевра медиастиналис болып бөлінеді. Өкпе-қаптың қабырғалық бөлігі плевра косталис қабырғаның бүкіл ішкі бетін қабырғалық ішкі бұлшықеттерді және өкпе-қапқа жалғасып отырады. Жалпы жаңа айтып жатқандай өкпе-қап екіге бөлінеді: висцеральды плевра және де париетальды плевра болып. Көкірекаралық өкпе-қап плевра медиастиналис, бұл сагиталий жазықтық бойында орналасып, жүрек қабының перикардиум сыртқы бетін, одан әрі өкпе түбірінің сыртқы бетін жауып, өкпе қақпағының хилус пульмоналис тұсында өкпенің сыртқы бетінде висцеральды өкпе-қапқа жалғасады. Ол алдында және артында қабырғалық өкпе-қапқа, төменгі көкетке өкпе-қапқа ұлғасады. Көкеттік өкпе-қап плевра диафрагматика көкеттік кеуде қуысына қараған бетінен, бұлшықеттерін және оның жалпақ сіңірлерінің орталық бөлігінен басқа бөлігіне жауып орналасқан. Және де өкпе-қаптың негізгі шекараларына тоқтала кететін болсам, өкпе-қап бауырымен тұспалас орналасқандықтан асимметриялы жағдайда оң өкпе-қап сол өкпе-қапқа қарағанда жалпақ және қысқа. Өкпе-қаптың алдыңғы, артқы және төменгі жиектері біркелкі орналаспаған. Екі өкпе-қаптың жиегі қабырғалық өкпе-қапқа шекарасымен бірдей омыртқа бағанасы бойында тікелей сәйкес келіп, өкпе-қаптық күмбез купола плевра мен 12-ші қабырға басының аралығында бойлық орналасқан. Өкпе-қаптың алдыңғы жиегі оң және сол жағында бірдей. Өкпе-қаптың ұшы апекс пульмоналис төменгі медиалды бағытта өтіп, төс бұғана буынының артикуля стеноклавикуларис артқы бетіне өтеді. Одан әрі параллель бағытта, яғни екінші қабырғаның 4-ші қабырғаға дейін параллель төмен өтеді. Тағы бір баянда кететін, өкпе-қаптың төменгі жиегі қабырғалық өкпе-қап көкеттің
өкпе қапқа жалғасқан жиегі немесе қыры болып саналады. Оң өкпе қап төменгі жиегі оң өкпе қаптың алдыңғы жиегіне тікелей жалғасып отырады. Ал негізі менің тағы көкетте орналасуына, оның сыртқы пішініне қарай бұлар демді терең көтеріп шығарып сондай қызметтер атқарады. Жалпы қорытындылай келе біздің ағзамызда тыныс алуымыз өте маңызды. Бұл жерде біздің атқаратын қызмет плевраның өте орасан болып табылады. Яғни бұл біздің іс-қимылымызбен жабдықталған, яғни біз ауасыз бір күнде тіршілік ете алмаймыз. Ал плеврада плевра қуысы, оның сыртқы қабығы біздің ағзамыздағы тіршіліктің, яғни қайнар көзі болатын біздің ауамен тыныс алуымыз, оттегі шығаруымызға қамтамасыз етіп, тіршілігімізді сақтайтын құрал болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.